Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Осы жақында мен Мағжан Жұмабаев атамыздың педагогика кітабын оқып бітірген болатынмын. Осы тұста бұл кітаптан бірнеше келіспейтін тұстарын да байқаған болатынмын. Және де бүгін мен осы кейбір келіспейтін пікірлер бойынша мектебіміздің педагог-психологы Перизат апайдан сұхбат алмақшымын. Қайырлы күн, Перизат апай. Өзіңізден сұхбат алсақ болады ма? Болады. Жақсы. Ендеше бастайық, иә? Жақсы. Жалпы бізде осы Мағжан Жұмабаев атамыздың осы педагогика кітабын оқыған кезде бірнеше түсініктерін байқадым. Бірнеше тараптарға бөлінген. Негізінде бұл кітап бізде тәрбиеге байланысты екен. Баланы тәрбиелеу жолында қандай жұмыстар жүргізілу керек, барлығын ашып көрсеткен екен. Әрине, Мағжан атамыздың бұл кітабын барлығын теріс ұғым деп қарастыруға болмайды. Бірақ кішігірім өзімнің ойымда қалып кеткен сұрақтар бар. Сол бойынша сізге сұрақтар қойсам. Жалпы бізде Мағжан атамыз 4 түрлі тәрбиені айтады. Ең алғашқы тәрбие дене тәрбиесі, одан кейін ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, ең соңғысы құлық тәрбиесі. Және де Мағжан атамыз осы 4 тәрбиені түгелдей болуын шарт деп қарастырады. Және де Мағжан атамыздың осы 4 түрлі тәрбие кезінде жазған пікірі мені алаңдатты. Жалпы сіз осыны қалай түсінесіз, осыны сізге оқып берсем. Алғашқы, бала аурулы және де зағып болса, баладан емес, тәрбиешіден. Бала тар ойлы, ақымақ болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі. Бала сұлулықтан ләззат алмайтын болса, мақау болса, бала емес, тәрбиеші жасалы дейді. Осы тұста айтылып отырған тәрбиеші дегеніміз кім? Бала дүниеге келе салысымен-ақ ең бастысы оның айналасындағы барлық жан бала үшін жауапты. Оны бір ғана тәрбиеші деп бір ғана адамды атай алмаймыз. Бала өмірге келе салысымен оның атасы болады, әжесі болады, ата-анасы болады, бауырлары болады көп жағдайда. Міне олардың барлығы бала тәрбиесіне өте жауапты адамдардың бірі. Жаңағы Мағжан атамыздың айтып отырған тәрбиеші деп отырғандары осы жандар деп түсінемін мен. Себебі бір адаммен ол шектелмейді бала тәрбиесі. Ол дүниеге келген уақытта. Мектеп, одан кейін осы 3 жасқа барғаннан бастап балабақша табалдырығын аттайды. Балабақшада қабырғасында сонда жүрген тәрбиешілер, жалпы сонда жұмыс істейтін әрбір азамат баланың тәрбиесіне жауапты. Ал қайтадан отбасына келгенде отбасыдағылар жауапты. Бала сол жаста көп нәрсені танысам, білсем дейтін уақыты. Жаңа балабақшадан ала алмаған көптеген сұрақтың жауаптарын ол отбасыдан келіп сұрайды. Неге деген сияқты. Ол кезде оның қоршаған барлық отбасы мүшелері оған дұрыс бағыт-бағдар беру керек. Дұрыс түсінік беру керек. Дұрыс мағлұмат беру керек балаға. Ал одан кейін мектеп қабырғасын аттайды. Мектеп қабырғасында да ең бастысы оның мұғалімі болады. Және осында мектеп қабырғасында әр балаға жауапты мамандар болады. Солар жауапты. Ал одан кейін қайтадан отбасына келеді ол мектептен кейін. Мектепке бір ары кетсе 6-7 сағат болады жоғары сынып оқушылар. Одан кейін қайтадан үйде отбасы мүшелері жауапты. Жалпы дүниеге келген балаға біз оның айналасындағы әрбір азамат жауапты. Себебі ол баланың қоғамға қажетті, керекті тұлға болып қалыптасуына жауаптымыз барлығымыз. Сонда Перизат апай, сіздің түсінігіңізше бұл тәрбиеші дегеніміз тұтас қоғам. Тұтас қоғам, дұрыс айтасың, өте дұрыс. Түсінікті. Менде тағы да алаңдатқан бір пікірі бар. Жалпы Мағжан атамыздың пікірінше бұрынғы салт сананың барлығын дұрыс деп қарастыруды ол негізінде жақтамайды. Соның біріне нақты бір мысал келтірсем,
бесік һәм бөлу деген бөлімі бар. Ол бөлімде айтылады, баланы бесікке салу негізінде дұрыс емес. Баланың өзін өсірген жақсы деп айтады. Жалпы бұл тұста біз қазақ салт дәстүр, әдет ғұрыппен өмір сүріп үйренген халықпыз ғой. Тіпті қазірдің өзінде бесікке бөлу деген өз маңызын жойған жоқ. Және де осы тұста осы пікірді қалай түсіндіресіз, және де өз пікіріңізді қалай білдіресіз? Қазақта әдемі сөз бар, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп. Бірақ бесікке салу бұл әлі күнге дейін өзекті бір мәселелердің бірі деп ойлаймын негізі. Себебі бала дүниеге келгеннен кейін, келгенге дейін ана құрсағында кәдімгі бесікке бөлінгендей жылы жерде жатады. Дүниеге келгеннен кейін ол балаға тура сондай бір жағдай жасауы керек. Бесікке бөлеген кезде бөлеп оны бетін жаңағы өзін жабуымен жауып қойған кезде бала ең басты өз деміменен өзі жылы жатады. Бірінші. Екіншіден оның тәні таза болады, астың жағы былғанбайды, сондай таза жатады. Және жас нәресте өте шошығыш келеді, кез келген нәрседен шошиды, өзінің аяқ қолының ербеңдегенінен шошиды. Сөйтеді дағаны ол шошып ояна беретін болады. Ұйқысы тыныш болады, тыныш болмайды. Яғни, ал баланың аяқ қолын байлап қойып, жаңағы жылы бесікке жатқызсақ, ол тыныш ұйықтайды. Және өзінің жаңағы асты таза болғаннан кейін шелтеніп қайта-қайта оянып кетпейді. Ең бастысы баланы жаңағы астын ауыстырам деп қайта-қайта киімін ауыстырып, оны жаңа бір ыстық, бір суықта ұстамайсың да, бір қалып температурада болады. Сондықтан да балалардың аурулары да аз болады, жас нәрестеде. Олар қанша дегенмен қоршаған ортаға, ауа райына, атмосфераға үйренбеген дене тән болғаннан кейін ол балалар кез келген инфекцияны, кез келген ауруды жұқтырып ала береді. Сондықтан да ана бір қалыпты бір жерде жатқаннан кейін ол балаға онша ауруды өш болмайды. Мен айтар едім, бесікке салу бұл өте жақсы дәстүрдің бірі. Бірақ қазіргі кезде аурулар көбейіп кеткен. Егер дәрігер баланы бесікке бөлуге болмайды деп тыйым салатын ауру болатын болса бала, онда оны бөлудің қажеті жоқ. Егер жан тәні сау бала дүниеге келген болса, онда міндетті түрде бесікке бөлу керек деп ойлаймын. Сонда жаңадан туған әрбір бала үшін бұл бесік жайлы мекенханасына айналып отыр ғой. Өйткені барлығы сонда қауіпсіз сезінеді, таза деп айтып жатырсыз, және жылы, денсаулығына да артық кінәрат жоқ деп. Керемет, жауабыңызға рахмет. Керемет түсінік қалыптасты менде. Және де бізде осы педагогика кітабында арнайы психология бойынша анықтама берген. Психологияны негізінде Мағжан атамыз ескі пән деп қарастырады, бірақ оны мәңгілік. Ескі болғанмен ол мәңгілік, ол қалмайды. Себебі психо дегеніміз жан, логос дегеніміз сөз. Бұл әрине Мағжан атамыздың тілінде. Және де тұтас алғанда жан туралы сөз деген мағына шығады екен. Және де осы тұста жан көрінісі мен дене көрінісінің айырымы болады ма? Және қандай айырымдары бар? Негізгі сырт кейпіне қарап адамның қандай екенін ажырату мүмкін емес деп жатады. Ал шын мәнісінде егер адам аңғарымпаз, байқағыш болатын болса, ол адамның сырт бейнесіне қарап, оның жан дүниесінің қандай екенін бірден ұға қояды. Ал егер ондай қабілет болмаса адамда, міндетті түрде ол танымайтын адамыңды сөзге тарта отырып, оның жан дүниесінің қандай екенін білуге болады. Жалпы негізі мен үнемі айтам, адамның сөзіне қарап өзін таны деймін. Егер адамның сөзі сұлу, жаңағы ойы өте бір бай дүниелерді айтатын болса,
ақыл тасыған жаңағы сондай бір кісілер болса, ондай адамдардың жан дүниесі бай болады деп есептеймін мен өз басым. Бірақ кейде көбіне қоғамда осы пікіріне қарсы шығатындар да кездеседі. Себебі ол әдемі сөйлей білген адамның дүниесі, жан дүниесі ол керемет деген ұғым емес. Себебі ондай әдемі сөздің астында бір үлкен бір жаңағы бір көзбояушылықта тұруы мүмкін деп. Бірақ енді ол көзбояушылық жасау, ондай бір жасанды нәрсе жасау кез келген адамның қолынан келмейді. Ондай дүниені жасау үшін бір үлкен бір айлакер болу керек па, сондай шығар деп ойлаймын да. Ал шын мәнісінде жан дүниесі таза адам әдемі, таза сөйлей біледі шынын айтқанда. Ал жаңағы айттым ғой, үнемі айтамын, жаңағы бір адамдар болады, тәні Алла енді бір кемістікпен жаратады кейбіреулерін. Бірақ шын мәнісінде ондай адамдардың жан дүниесі өте сұлу болуы мүмкін. Ал бір пенделерін Алла бір барлық сұлулықты беріп қошеметпен жаратады. Ал ондай адамдарда тәкаппарлық, менмендік, кісі менсінбеушілік деген қасиеттер де болуы мүмкін. Сол үшін де бұл жерде жан мен тән тығыз байланысты дегенге мен өз басым сене қоймаймын. Болуы мүмкін енді, ол бір ілуде біреу болуы мүмкін. Жаны да, тәні де сұлу адам. Айтып атады кейбір адамдарды жаңағы сұлулығына өзі сай адам екен деген сияқты. Сол үшін жан мен тәннің арасындағы байланыс кемге кем болады. Жан мен тән. Түсінікті. Және де біз осы жанды ішкі сезімдер деп бағалаймыз. Ішкі сезім болғандықтан оны біз сыртқа көрінбейді, сырттағылар білмейді деп ойлаймыз. Алайда негізінде ішкі жанды сыртқы бейнелерден қалай байқауға болады? Қандай белгілері бар мәселен? Негізі адамның жанын түсіну үшін бір үнсіздіктен кейін бетіне тіке қарап, оған бір жаңағы өзінің бойындағы немесе өзінің мінезіндегі бір кемшілікті немесе сондай бір болады. Кез келген адам идеал емес қой. Сондай нәрсені айтса, міндетті түрде олардан сасқалақтай бастайды, жалтақтай бастайды. Ағарып кетсе жаңағы көздері жан-жақты былай ауаны кезе бастайды. Сондай жағдайда сен оның ішкі жан дүниесінде бір қобалжу болып жатқанын байқап қоясың. Негізі жанында болып жатқан арпалысты тән құптап қояды. Ал бірақ адамдар бірдей емес қой. Ерік жігері мықты кісілер беретін, ол кісілерге қанша оның мінін айтып жатсаң да, қанша оның кемшілігін айтып жатсаң да, не болмаса оны мақтап жатсаң да, даттап жатсаң да, сыр бермей, бір сығырғай болып отыратын адамдар да болады. Ондай кісілер енді ерік жігері мықты кісілер деп ойлаймын. Бірақ жанында болып жатқан арпалысты міндетті түрде тән ұтып қояды. Мынау қылмыскерлерді қазір анау не бар ғой, детектор лжи, соған отырғызғанда олар қанша өтірік айтқысы келсе де, бірақ жаңағы соны детектор арқылы біліп қояды ғой. Ол дегенің адамда бәрібір ішкі арпалыс сыртқа білдіріп қояды, шығады ол. Жақсы, негізінде бүгінгі тақырыптарда керемет ой түйдім, және де өзіңіздің жеке пікіріңізді білдіргеніңізге де алғысым шексіз. Құрметті көрермендер, бүгін біз осылайша Мағжан Жұмабаев атамыздың педагогика кітабын зерттеп, зерделей келе белгілі бір тұжырымдарға келдік, және де өздеріңізге де ой түйген мағыналы түсініктеріңіз болатын болса, жаза кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше.